Қыздар, универсальный қамырдың рецебін тауып алдым. Езілмейді, жыртылмайды, жабыспайды. Бұл қамырмен манты, еттің қамыры, орама, пельмен барлығын жасауға болады. Тіпті қамырды жазғанның өзі рахат, жұп-жұмсақ, керемет болып жайылады ғой. Мұқият қарап алыңыздар. Сұйқымай, 2 жұмыртқа, 1 жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Тұз себеміз, барлығын жақсылап араластырамыз. Аз-аздан ұн қосамыз. Қамырыңыз қатты болып жатса, аздап су құйып отырыңыз. Қамырыңыз жұмсарғанша. Суды да енді өте қатты көп қосып жібермеңіз. Қамырыңыз сәл тығыз, сәл жұмсақ болу керек. Енді бетін жауып 5 минутқа иін қандырып қалдырамыз. 5 минуттан соң тағы бір қайтара илеп аламыз. Соңында қамырыңыз осылай жылтырап әп-әдемі болып шығады. Бұл қамырды жазуға көп ұн да қажет емес. Аздап ұн сеуіп, жүп-жүп қағып жайып аламыз. Видеоның астына қажетті заттардың мөлшерін жазып кетем. Қамырыңыз шынымен видеода көріп тұрғандарыңыздай жыртылмайды, езілмейді, жабыспайды. Илеп жазғанда да өте оңай, керемет болып шығады.